Сол жерде жұмыс жасап жатқан қызметкерлерге жаңағы жалақы тек қана жаңа шетелдік мамандарға беріліп тұр, жергілікті халықтың өкілдеріне тек қана сол жаңа күзетшілерге, жаңа басқа да қызметшілерге, сушыларға, басқа да соларға жалақы беріліп, жаңа күнкөрістерін сол жерден айырып тұрды, бірақ негізгі мұнай өндіру процестері тоқтады. Бірақ мына шетелдік мамандар бұл жерден кетіп қалмады. Соғыс болып жатыр екен, бізге зиянымыз тиеді деп. Бұл мұнайшыларға ешкім тиіспеген. Бір соңғы кездерде бір кеңестік кезеңде де болды, саясаттың бір ұшқыны ғой деп ойлаймын. Мынау Толстоптың бандылары, осы Атырау Гурьев жерінде қызмет істеген басқа да осы кеңес үкіметіне қарсы топтар жаңағы мұнай өндірісіне көп залал тигізді, мұнайды өртеді деген ақпараттар болды. Ал шындығында келгенде, мысалы 1920 жылы 5 қаңтар күні Гурьев қаласы ақ гвардияшылардан азат етілді. 7 қаңтарда Дастор азат етілді. Ал сол кезде бүкіл резервуарда тұрған мұнайлардың барлығы түгелімен сақталған. Ешкім тимеген, оны өртемегенде, ешкім сатпағанда, оны пайдаланбағанда. Оны жергілікті халық бұл мұнайдың пайдасы өздеріне бар екенін біліп, оны қорғаған. Оған ешкімді жауаптаған, тигізбеген. Жалпы төңірегімізді қоршап тұрған дүниені біріншісін жаратылыс, екіншісін жасамыс деп екі айрық салаға бөлетін қисын бар. Заманның заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаевша айтсақ, жаратылыс қоршаған орта, жасамысымыз адамның қолы араласқан дүние, күрделенген кез. Жасамыс кезеңді ел тіршілігіне енгізем деген Владимир Ленин сонау 1919 жылы негізгі отын қоймасы жау қолында қалған кезде Гурьевті, Жайықтың сағасын азат етуге болмас пекен деуі тегін емес. Осылайша Қызыл армия, Дастор, Мақат кәсіпшіліктерін ақ гвардияшылардан азат етпей жатып, Ленин мұнайды тасымалдау мәселесін күн тәртібіне қойды. Ал егер сол мұнайды өртейтін болса, мұнайды төгіп ластайтын болса, ол қалай сонда Мәскеудегі Владимир Ильич Ленин мысалы, Атыраудың мұнайы бізге одай қажет, Атырауда мұнай бар, Гурьев мұнай бізде деп әлемге жар салады. 1919 жыл сол мұнайды орталыққа жеткізу үшін Александр Гай ембі деп аталатын темір жол құрылысын бастайды деп келіп жібереді. Бүкіл 11-ші армияны таратып, сол 11-ші армияның бүкіл құрамын осы Александр Гай ембі темір жол құрылысын салуға жібереді. Бірақ 1920 жылы бүкіл мұнайлы аудандардың барлығы ақ гвардияшылардан тазартылып, барлық жерде кеңес үкіметі орнағаннан кейін бұл құрылыстың мәні жоқ болады да, құрылыс тоқтайды. Сол кезде егер азамат соғысы шамалы созылғанда, сонда Александр Гай ембі темір жолы жұмыс жасап, салынып, жұмыс жасай бастайтын еді, мысалы. Деп ойлаймын. Бірақ та сол мұнайды енді кеңес үкіметі өздерінше пайдаланып тасып алған, өздерін жаратқан. Күрес қашанда күйкі сипат алады. Төңкеріс алдындағы мұнайшылар өмірі ауыр әрі қиын болды. Осындай жағдайға қарамастан, қара алтын өнеркәсібі біртіндеп дами бастады. Бірақ мұнай өндірісінің өркендеп, кең қанат жайған тұсы тарихи мүмкіндік туғызған тар кезеңде емес, кеңес үкіметі орнаған жылдары жүзеге асты. Жаңа мыңжылдықтың пейілі түскен сәтте кешегі көшпелілердің өмірі танымастай өзгеріп, қазақ жұмысшы табы шыңдалды. Мұнайлы ембідің алғашқы кәсіпшіліктерінде тер төгіп, еңбек еткендердің сапында Сартов, Жұмағалиев, Төрәлиев, Айтмағамбетов, Зорбаев, Ильясов және тағы да басқаларда атап өтуге болады. Олар жаңа үкіметті орнатуға атсалысты. Қалада ол кезде үкімет дейтін үкімет болған жоқ қой, шынын айтқанда. Осында негізінен
орыстың капиталистерінің үйі болды. Жайық жағасында қарсы үйлер барлығы орыстың жаңағы байларының үйлері салынған. Қазіргі сол кезде КГБ болған, МВД болған үйлердің бәрі сол кездегі орыстың байларының үйлері бәрі. Сосын татарлардың үйлері болды бір қатар. Жайық жағасындағы үйлердің бір қатары татардың байларының үйлері, Ахмеров дейтіндердің. Содан бұл қалан әуір көлемде қарап алмағанымен бұл тарихы үлкен болған. Біріншіден бұның жұрттың бәрінің қызығатыны жайықтың жағасы. Бұл кезде балық көп. Қазіргідей әлгі қарагөз, сыла, бар емес, қазір бекіре, ашатұра дейді, шоқыр, кілең керемет балықтар. Сонысында мына қазақтарды жалда орыстың байлары осы жерден ұстап, әсіресе қыста балықты аулап, сол жаңа бекірелерді, сеуругі, ажотырлардың барын ұстап, осы жерден қазақтардың жалдап, арбасын шанаменен Астраханьна апарып, Астраханьға, Москваға, Ленинградқа тасыды балықты, қызыл балықтарды уылдырған. Ең бірінші жайықтың екі бетін жалғастырған бірінші кемелер болды, кемелер. Мына балықшылардың кемелері бар ғой. Сол кемелерді қосып, сол кемелерден соның үстін жауып ағашпен көпір жасады. Тек қана жаяу жүретін. Бұл көпір таспада бейнеленіп, облыстың өлкетану мұражайында сақтаулы тұр. Жалпы сол кеңістіктегі ахуалға тоқталсақ, 1920-1928 жылдар арасындағы Гурьев уезінің құжаттары архив қорында қатталған. Гурьев уезінің өзі сол кездерде атап айтып кетейін. Редут, Яманқала, Зеленый, Симберті, Қаратөбе, Бұлан, Қарабайлы, Жаршық, Ембі, Ақбас, Ембатырау, Ақжал, Қарашағыр, Бестөбе, Қарабау, Кермеқас, Қызылқоға, Есбол, Самар, Гурьев болыстары және Ескене Ракушинска, Дассор, Платвин, Тоқтар Ракушинска ауыл кеңестерінен құрылған екен. Гурьев уезінде сол кезде сауатсыздықты жою, сонымен қатар білім саласына көп көңіл бөлген екен уездің кезінде. Түрлі уездерде мектептер салынған, және мектептердің жанынан интернаттар ашылған, жатақханалар. Олардың жұмысын жолға қою жөнінде білікті мамандарды жіберіп, оларды тексеріп, алғарды кеңес беріп отырғандығы туралы архив құжаттарда айтылады. Ленин кезінде айтады ғой, бізде Гурьев мұнайы бар деп айтты деп. У нас есть Гурьевский нефть деп айтты екен деп. Бізде көп жағдайда мына әсіресе коммунистік идеологияның көсемдерінің сөздерін тек қана үзіп алады. Оның жалпы контексте не туралы айтылған екен, соны түгел айтпайды. Ал шын мәнінде Ленин ол жерде бұл бізде Гурьев мұнайы бар дегенде ол Гурьев мұнайын мақтау үшін айтып отқан жоқ енді ол. Оны егер сол жерде жазған хаттын қарайтын болсақ, толық түсінуге болады енді. Жалпы Баку мұнайын болмаған кезде мұнай деген соғыстың мотор әлгі жүргізетін ең басты, шикізат ең басты көзі ғой енді. Сол кезеңде бұл жерде ағылшындардың концессиялары байланысты көп кеншілердің бәрі ағылшындардікі болды ғой енді. Кейін бұл мұнай көздерлерін әсіресе сол жерлердегі жұмысшылар жалпы большевизмнің тірегі ретінде қабылдады. Солай есептелді. Себебі жұмысшы табы бұл большевиктік партияның коммунистік идеологияның тірегі болу керек деп есептелді. Сондай көзқараста болды. Сондықтан жұмысшы партиясына сүйену арқылы бұл жерде мұнай көздері ұстап отырып, біз ары қарай азамат соғысын ары қарай жалғастырамыз деп айтып келді ғой енді. Негізі көбінесе бұл кезеңнің тарихы мына коммунистік идеология тұрғысынан өте қатты зерттелген еді. Менің бұл жерде айтайын деп отқаным, әсіресе дәл осы кезеңде мына Бөкей даласында болған, немесе мына Маңғыстауда болған, енді бізбен көршілес сол 17 жылға болған қоғамдық саяси өмірдегі өзгерістер, ол туралы мысалы біз әлдеқайда аз білеміз. Себебі
неге десетін болсақ, бұл жердегі мана коммунистік идеология ұстаған емес, керісінше алаш идеологиясы ұстанғандар, немесе тіпті бейтарап болып, бірақ коммунистерді қолдамағандар, солардың ықпалы өте көп болады. Әсіресе мына Бөкей Ордасында оны өте жақсы көреміз. Алаш идеологиясы өмірлік ұстанымына енген көз ашық көкірек ояу қазақ азаматтары Бөкей Ордасында тәлім алды. Халықтың оларға деген көзқарасы түзу болатын. Қытымыр саясаттың қыспағына қарамастан, балаларын білсін, оқысын деп мектепке жіберді. Кедейлердің арасын алғашқы кезінде өз баласын оқытқаны қорқып білеміз ғой, енді кейін кедейлердің балалар жіберді, кейін түсініп өздерінің балалары көп жібере бастайды. Ондай адамдар өте көп болады. Мына Гурьев уезіне қарағанда, керісінше мысалы Бөкей Ордасынан шыққан адамдар, ондай оқыған адамдар өте көп. Енді олар білім алып келгеннен кейін бұлар әкімшілікте жұмыс жасайды. Қанша дегенмен де ол әкімшілік жұмыс, ол халықпен жұмыс. Сол арқылы олар халықтың мұң-мұқтажын, бір қиын жағдайларын түсініп көре біледі өз көздерімен. Ал егер олардың барлығын бірдей айыптап, манағы патшаның билігіне жұмыс жасады, немесе манағы кеңестік билікке жұмыс жасады деп, олар чиновник деп айыптайтын болса, ол қате болар еді. Кейін осы білеміз, осылардың көпшілігі, осы сол кезең жұмыс жасаған бәрі көпшілігі репрессия ұшырайды. Себебі бұлар шын мәнінде сол халықтың арасында жүргеннен кейін сол проблемасын бәрін көріп бір түсінген тұрған. Елдегі тұрақсыз жағдай, осынау қиын қыстау кезеңде мұнай кәсіпшілігіне жаңа бетбұрыс соны серпін енді. Атыраудың қаралтынын өндіру сол кезде құрылған Жайық Ембі ауданының мұнай кәсіпшілік басқармасына табыс етілді. Бұл жаңа басқарма Трест 1920 жылы отан қоймасына 1,5 миллион пұт мұнай құйды. 1922 жылдың қазан айында басқарма Эмба нефт тресі деп аталып қайта құрылды. 1922 жылы сәуір айында халық шаруашылығы жоғарғы кеңесі Кузнецов деген кісіні Гурьевке жібереді. Ембі мұнайына бар, сол жерде ұйымдастыру жұмысын жүргізіп, тез арада қалпына келтіріп, мұнай өндіруді жолға қойды. Содан 2 айдан өткеннен кейін тікелей Лениннің мандатымен, халық комиссарлар кеңесінің тікелей мандатымен Фридман деген кісі келеді. Бұл енді Кузнецовтан жоғары. Фридман келгеннен кейін жаңағы Ембі мұнай тресі деген құрылады. Трестің басқарушы Фридман, бас инженері Кузнецов деген кісі қалады. Бірақ трес құрылып, Гурьевте құрылғанмен негізгі орталығы Мәскеуде болады. Барлық жұмыстар осы Гурьев қаласында жасалады, мекеменің орталығы жаңа Мәскеу қаласында орналасты. Осы Фридман мен Кузнецовтың келуі бұл біздің өлкеміздегі мұнай өндірісінің қалпына келтіріліп, қайтадан жанданып, осы өлкемізге осындай жақсы жағдайлармен әсер етті. Бұл трес 1924 жылға дейін Москвада болды. Кейін Гурьевке қоныс аударады. Қазіргі Атыраудың көптеген мұнайшыларын тоғыстырып отырған Эмба нефт бірлестігі өмірге осы трес негізінде келген кәсіпорын. 24 жылы Қазақстанның астанасы Қызылорда қаласына көшіріле бастады. Білесіздер ғой, енді Орынбор Ресей Федерациясының қарауына қалғаннан кейін, жаңағы ұлттық территориялық межелеудің кезінде енді Қызылордадағы Қазақстанның орталық үкіметі Ембі мұнайын өзінің қарауына алу үшін 2 адамды осы Ембі мұнайға Гурьевке жібереді. Оның біреуі Сабыр Шарифов, ал ұлты татар жазушы, кейін мұнайшы болып кетті. Екінші Дәрібай Хангереев деген кісі, революционер. Бұл кісі жаңағы Батыс Қазақстан Бөрлі ауданының туып өскен, қазіргі енді мұнай Бөрлі ауданынан шығып жатыр ғой, Қарашығанақ. Сол жердің тумасы. Осы жерге келіп ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп, жалпы мұнай өндірісіне қазақтарды тарту, қазақтардың арасында, қазақ жұмысшылардың арасында коммунист кадрларын дайындау, басшылар дайындау, солмен айналысады бұл кісілер. Ембі мұнай тресінің жалпы мекеменің Мәскеуден Гурьевке көшіп келуі 1928 жыл. 28 жылы, 24 жылы Фридман кеткеннен кейін Коробовский деген кісі Ембі мұнай тресін басқарады. Коробовкин
сол 4 жылдың ішінде 24-тен 28-ге дейін бір 2-3 рет келген сияқты Гурьевке. Мұрағат деректерінде ондай келді кетті деген белгілер сақталмаған. 28 жылы Ембі-Мұнай тресіне жаңа басшы жіберіледі. Сол басшының келуімен бірге Ембі-Мұнай тресінің бүкіл мекемесі, орталық жүйесі Гурьев қаласына көшіріледі. Бұл жерде айта кету керек, енді сол жылдары жалпы мұнайлы өлкедегі алғашқы мамандар осы жерде қалыптаса бастады, дами бастады. Жұмысшы кадрлары, алғашқы техниктер, алғашқы инженерлер. Ал шына келгенде осы 20-шы жылдар мұнай өндірісінің жалпы дамуындағы бір ерекше бір кезеңдер деп айтуға болады. Жас үкімет жаңа кен орындарын игеруге, бұрғылау құрал жабдықтарын тасымалдау, азық-түлік, құрылыс материалдарын жеткізу мақсатында жаңа тас жолы және теміржол қатынастарын қажет етті. 1925 жылы үкіметтің арнаулы қаулысы бойынша Гурьев пен Доссор арасында 93 шақырым жерге табанды теміржол төселді. 1927 жылы іске қосылған бұл жолмен жылына 120 мың тонна жүк тасылды. Бұл тек мұнайлы Ембідің ғана емес, бүкіл қазақ елінің дамуына зор әсер етті. Мұнай өндіру үшін тек жұмысшылар ғана емес, білімді мамандар қажет болды. Сондықтан 1930 жылы Гурьев мұнай техникумы ашылды. Мұнай өндірісінің Атырау қаласының дамуына, әлеуметтік экономикалық дамуына соларға үлкен үлес қосқан бұл қоғам, әсіресе мынау оның инфрақұрылымның дамуына, жастардың, кадрлердің жасақталуына үлкен үлес қосқан қоғам болды. Бірінші әңгімені біздер кадрлерден бастайтын болсақ, алғашқыда тек қана жұмысшылар ғана емес, елімізге, Атырауға, мұнайшы аудандарға үлкен маман кадрлер қажет болды. Сол ретпен 1930 жылы ол кезде мұнай техникумы деп аталды, кейін политехникум деп аталды, политехникум пайда болды. Политехникум алғашқы 1930 жылы. Алғашқыда бұл техникумда 62 адам оқыды. Соның 33 жылы алғашқы техникум бітірген мамандар сол техникумда техникумда 4 бөлімі болды. Механикалық бөлім, бұрғылау бөлімі, құрылыс бөлімі, сосын мұнай кен орындарын игеру, пайдалану бөлімі. Міне осы 4 бөлімде 33 жылы алғашқы солар мамандар бітіріп шықты. Оның 62 маман, соның 14-і қазақ болды. Кейін тек қана техникум емес, мынау жастарды оқыту жағынан, кадрлер даярлау жағынан бұл жұмыс арғы жалғасын тауып, ФЗО-лар пайда болды. Фабрично-заводской комитеті, бұл не Доссорда, сосын Атырауда, мысалы, техникумда 381 адам оқыған болса, Атыраудың ФЗО-сында 387 адам, цифрлармен айтатын болсақ, Доссорда 281 адам оқыды. Барлығы 1000-ның үстіндегі адам осы ФЗО мектептерінде, политехникумда оқып, бұның техникумның алғашқы директоры Бушнев дейтін азамат болды. Ал енді сол ФЗО-лардың басын құрып ұйымдастырушы, солардың алғашқы оқытушысы болған Доссорда, қалада біршама жұмыстар атқарған белгілі қоғам қайраткері, ғалым, геолог, Батыс Қазақстанда геология жұмысын ұйымдастырушы ғалым Сапар Қарымсақов деген азамат болды, оны білесіздер. Міне осы кезеңде Губкин, Миронов сынды басқа да академиктер Атырау өңірінің болашағын жоғары бағалап, бұл өңірді батыл барлау, жаңа кен көздерін ашып халық игілігіне жарату мәселелерін көтерді. Сондай-ақ 1930 жылғы индустрияландыру барысында Ембі-Мұнай тресі мұнайды тереңдіктегі сорғылармен өндіру жүйесіне көшті. Сонымен қатар қазандықтарды жылыту және тұрмыстық қажеттіктер үшін табиғи ілеспе газ пайдаланыла бастады. 1930 жылы Ембі-Нефті тресінің ғимараты пайда болды. Оны да біздер өз күшімізбен салдық. Орталық үлкен, аса үлкен ғимарат. Ал содан кейін мынау жаңалықтардың бірі, мынау Атырау облысының кен орындарын бақылау, мұнайлы орындарды игеру, пайдалану бағытында соларға бақылау жасап,
реттеп отыру бағытында анализдер жасайды ғой, жасау үшін. Мынау ЦНИЛ дейді, біздер ЦНИЛ дейміз, орталық ғылыми зерттеу лабораториясы деп аталады. Ал сол 1934 жылы пайда болды. Бұл ең ірі, бұл кезде біздер тікелей Москваға бағынғанын білеміз ғой, Москваға бағындық. Ал Москваға барғанда менің есімде біздер институт жаңа бітіріп келіп отырған уақытымыз ЦНИЛ-дің алтын қатарлы мамандары, сол Бөлекбай Сағынғалиев дейтін біздің бас директорымыз болды. Сонымен бірге Москваға барғанда москвалықтар үлкен құрметпен бұлар манағы академия деп аталған біздерде. Академиктер, мұнайшы академиктер деген атқа ие болған сондай бір ірі, сондай бір үлкен лаборатория пайда болды, ғылыми зерттеу. Кейін сосын қазіргі өздеріңіз білесіздер, қаламызда Каспий мұнай-газ институты, осы негізінде лаборатория жабылып, оның тек қана штаты жабылып, одан орталық Каспий мұнай-газ институтына айналды. Институт Каспий мұнай-газ деген қазір ұйымдастырылды. Казнипи нефт деген институт ұйымдастырды, жобалау институты. Казнигриді білесіздер. Осыған орай гравиметрия, электрокаратаж сияқты геофизикалық әдістер Атырау өңірінде тұңғыш рет игеріліп, үлкен нәтижелерге қол жетті. Енді мұнайлы ембінің Доссор, Мақат сияқты көне кен орындарының қатарын жаңа кеніштер толтыра бастады. Ескене 1934, Байшанас 1935, Қосшағыл 1935, Сағыз 1938, Құлсары 1939 сияқты жаңа кен орындар іске қосылды. Тарихта кіндік кезең деген тұстар болады. Онда белгілі бір саяси құрылыстардың ғана емес, күллі қоғамдық тіршіліктің тұтастай түгел өзгеруі талап етіледі. Бұл жылдарда сондай кіндік кезеңдерді еске түсіреді. Жаңа кеніштердің қатарға қосылуы мұнай өнімін еселей арттырды. Атыраудың қара алтынын еліміздің шығысына кідіртпей жөнелту үшін 1936 жылы Каспий-Орск мұнай құбыры іске қосылды. Сондай-ақ Гурьев-Қосшағыл су құбырының пайдалануға берілуі де үлкен оқиға болды. Еліміздің орталық облыстарына тікелей шығу үшін Гурьев-Қандағаш кең табанды темір жолы төселді. Соғыс басталарда Ембі еліміздің қоймасына жылына 700-750 мың тонна сапалы мұнай беретін. Сол кездегі үлкен мұнайлы өңірдің бірі еді. Қарап отырсақ, бұл күнде қара алтынның қайнар бұлағы атанған мұнайлы Ембі өзінің бастауын Доссор мен Мақаттан алғанымен, өмір алға аттаған сайын арнасы кеңейіп өсе берген екен.